Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін хачапури по-аджарски әзірлейміз. Оған қажетті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен қамырын дайындаймыз. Жұмыртқаға қант қосып миксерлейміз. Кейін майонез, бөлме температурасындағы сары май, сұйық май қосып араластырамыз. Жылы суға сүтті қосып, үстіне аштығымызды сеуіп араластырамыз да сұйық массамызға қосамыз. Үстіне електен өткізілген ұнды қосып қамыр елейміз. Қамырды жылы жерге 1,5 сағатқа қоямыз. Қамыр көтерілгенше салмасын дайындаймыз. Сулугуни сырын үккіштен өткізіп, үстіне қаймақ, ұн, жұмыртқа қосып араластырамыз. Қамыр көтерілген соң бірнеше бөліктерге бөлеміз. Менде 7 хачапури шығатын қамыр шықты. Егер сіздерге көп болса, ингредиенттерді 2 есе азайтсаңыз болады. Қамырды домалақ етіп жайып, шетіне сырная массаны салып, видеода көрсетілгендей қайықтың формасын келтіреміз. Ішіне тағы да сырная массасын саламыз. Екінші хачапуриді дәл осы ретпен жасаймыз. Дайын болған соң, сарыуызға аз ғана сүт қосып араластырып, жан жағына жағамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минут пісіреміз. Піскен соң үстіне сарыуыз құйып, тағы пеште 1-2 минут пісіреміз. Хачапури дайын. Хачапуридің үстіне сары май салсаңыз тіптен дәмді болады. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.